Қайырлы күн, құрметті телекөрермен. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің Ақжай телеарнасының тікелей эфиріндегі кезекті брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифингіміздің тақырыбы Орал қаласында санитарлық экологиялық айлықты өткізу барысы туралы. Алаңымызға келген спикермен таныс болыңыздар. Жандос Асқатұлы Дүйсенғалиев, Орал қаласы әкімінің орынбасары. Ендеше Жандос Асқатұлы, сөз сіздің өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, құрметті жерлестер. Жалпы қаламыз бойынша санитарлық тазалау жұмыстары барысы бойынша қысқаша баяндама айтуға рұқсат етіңіздер. Енді қар еріп, көктем шыққалы, қаламызда да жыл сайынғы тазалау жұмыстары өзінің жоспарына сәйкес басталатынын өзіңіз білесіздер. Енді қала әкімінің қаулысы жақын арада шыққан болатын. 29 наурыздан бастап 29 сәуірге дейін санитарлық экологиялық айлық деп жарияланды. Қала тазалау ұйымдастыруды бірнеше бағытқа біз қала әкімдігі бөлген болатынбыз. Енді атап айтқанда 29 наурыз күні алдыңғы жұманың сенбісінде біздер қала аумағын жаппай қоқыстан тазалау жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Бұл шараға қалада орналасқан облыстық басқармалар да, департаменттер, басқа да мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, одан бөлек үлкен көмек бізге әр осындай сенбіліктерде көмектесетін бізге қаламыздағы білім беру ұйымдары, яғни колледждер мен жоғары оқу ұйымдарының студенттері, белсенді жастар, біз олардың барлығын жаңа қаламыздың негізгі проблемалық деген участоға бөлетін болған боласыз. Енді айта кететін болсам, нақтылап бұл 10 шағын ауданы бар, жеке сектор бағыты, ет комбинаты жағы, Деркөл және Жашаған кентін байланыстыратын айналмалы трассының бойы, Жылаев трассының аумағында қамтыған болатынбыз. Енді өздеріңіз білетіндей, осы айтқан учаскелердің бойында көптеген жаңағы қоқыстар жиналады. Сәйкесінше біз өз тарапымыздан осы тазарту жұмыстарын ұйымдастырған болатынбыз. Осы 29 күнгі өткізілген шарада 1000-нан астам адам жұмылдырылған болатын. Сонымен қатар білім беру ұйымдары, денсаулық сақтау мекемелері, бизнес нысандары, кәсіпорындар, көпқабатты және жеке сектордың тұрғын үйлері өздеріне қарасты аумақты тазартуға шыққан болатын. Бұл осы алдыңғы жұмада өткен сенбілік күнде нәтижесіне сәйкес қала аумағынан 400 тоннадан астам қоқыс қала сыртына шығарылған болатын. Қазір қалалық әкімдікпен біздер қаламызда орналасқан мекемелер, жеке кәсіпкерлер, үлкен кәсіпорындарды әлі де сенбілікке тарту мақсатында қала әкімдігінің 20-дан астам дербес бөлімнің басшыларына тапсырма беріп, өздерінің округтеріне бөліп қала аумағын, яғни барлық жаңа үлкен кәсіпорындарға хабарлама беріп жатырмыз. Олардың өздерінің аумақтарында осы бір ай бойы сенбілік айлығында өздерінің аумақтарын тазартуға атсалысу туралы хабарлама беріп жатырмыз. Енді осы бағытта осы жұманың соңына дейін біздер жұмыстарымызды аяқтаймыз, сәйкесінше нәтижесін күтетін боламыз. Сонымен қатар 5-ші және 26 сәуірде өтетін сенбіліктерде ағаш отырғызу және ағаштардың діңгектерін ақтау, скверлерді қалпына келтіру апталығы жарияланған болатын. Бұл жерде айта кететін мәселе, қаламызда өздеріңіз білетіндей 57 тынымбақтар мен саяжайлар бар. Қаламызда департаменттер мен басқармаларға олар негізінен бұрыннан бөлініп бекітілген болатын. Сәйкесінше осы департаменттер мен басқармалар өз қызметтеріне шығып, жаңағы аталған жұмыстарды атқаратын болады. Сәйкесінше қала әкімдігі өз тарапымыздың барлық сенбілікке атқаруға қажетті құрал-саймандарды қамтамасыз етіп, жаңағы ұйымдастыруға атсалысатын боламыз. 19 сәуірде таза жағалау акциясы өтеді. Яғни өздеріңіз білетіндей қаламызда 3 өзен ағып жатыр. Ол Жайық өзені, Шаған және Деркөл. Сәйкесінше жағажайлар бізде өте ұзындығы өте ұзын, өте көп. Сәйкесінше атқаратын жұмыста көп болып келеді. Оған да қаламыздың жаңағы мекемелері, жаңағы белсенді жастарымызды, студенттерімізді жұмылдыратын боламыз. Сонымен қатар санитарлық экологиялық айлық кезеңінде қала аумағында бізде 2 ірі габаритті қалдықтарға арналған полигондарымыз бар. Біреу Асан полигоны, екіншісі Жашағандағы Саратов трассының бойында орналасқан жаңағы ірі габаритті қоқыстарға арналған полигоны жұмыс атқаратын болады. Яғни осы 2 полигонға тұрғындарымыз да,
барып қоқысты төге алады. Өздеріңіз білетіндей, қала тазалығына күтіп ұстауды қамтамасыз ететін бізде 2 мекеме бар. Бұл негізгі мердігер бұл Жайық тазалау мекемесі. Аталған компаниямен 2026-25 жылдарға келісімшарт жасақталған болатын. Сонымен қатар ірі габаритті қалдықтарды шығарумен Стройкомпас компаниясы және Жайық тазалау компаниясы атқаратын болады. Енді мердігерлер өздерінің келісімшартта көрсетілген міндеттемелерге сәйкес өздерінің жұмыстарын атқаратын болады. Жыл сайын қала әкімдігі қала аумағында контейнерлер алаңдарын салу және евроконтейнер сатып алу жұмыстарын жүргізеді. Соңғы жылдарда қала тұрғындары көптеген жерде қоқыс алаңдарын қоршап жатырмыз. Жаңа пластикалық евроконтейнерларды алып жатырмыз. Осы жылда да ол жұмысты тоқтатпаймыз. 1000-ға жуық евроконтейнер аламыз. Және де 80-ге жуық орынға қоршалған қоқыс алаңдарын орнататын боламыз. Енді өкінішке орай кейбір жерлестеріміздің немқұрайлығына байланысты кейбір контейнерлер жаңағы өртеніп кетіп жатады. Осы жылдың өзінде 24 жылдан бері осы күнге дейін қаламызда 200-ге жуық евроконтейнер жанып кетті. Соны орын толтыру мақсатында және де басқа да орындарға евроконтейнер қою бойынша жұмыстарды атқара беретін боламыз. Одан бөлек қаламыздың абаттандыру ережелерін сақтау және бұзушылықтарға жол беру мақсатында қалалық ЖКХ бөліміне қарасты мониторинг топ бар. Ол 2021 жылдан жұмыс атқарып келе жатыр. Құрамында 15-ге жуық қызметкер жұмыс атқарады. Онымен қатар осы 15 біздің мониторинг топтың қызметкерлерімен экологиялық полицияда осы жылдан бастап жұмысын атқарып жатыр. Олардың құрамы 10 адамнан тұрады, 10 полиция қызметкерлерінен. Осы тек қана 25 жылы 3 айдан астам уақыттың ішінде бізде 1188 хабарлама берілген болатын, жаңағы бұзушылықтарды қалпына келтіру бойынша. Енді одан бөлек мекеме ұйымдар, әсіресе бизнес нысандар, коммерциялық ұйымдар, құрылыс мекемелер өздерінің тиісті аумақты ретке келтіру, қоқыстан тазалау, абаттандыру жұмысының белсенді қатысуға шақырамын қала әкімдігінің атынан. Және ең бізде проблемалық және бизнестер әсіресе көпшілігінде олар өздерінің аумағына сенбілікті атқарып жатады. Бізде ең негізгі үлкен проблемалар деп айтуға болатын бұл көп пәтерлі үйлердің басқару нысандары, яғни КСК, ОСИПТ өздерінің жұмыстарын өте немқұрайлы атқарады. Және де ол тек қана КСК, ОСИПТ-ға қатысты емес, көп қабатты тұрғын үйлер өздерінің аумағында тазалау жұмыстарын тұрғындармен бірге атқаруға жетті. Енді тұрғындарымыз бірлесіп шығып, әсіресе жастар бөлігі ешқандай белсенділік танытпайды. Осы бағытта үлкен кісілерге айтарым, отбасыларына айтып, балаларына айтып, осы еңбекқорлыққа, тазалыққа, сенбілікті ұйымдастыруға бағыт бағдар беріп, жаңағы жұмылдыруыңызды сұраймыз. Тек сонда ғана қаламызды таза келбетінде ұстауға болатыны ол сөзсіз. Рахмет, Жандос Асхатұлы. Орыс тілінде қысқаша баяндап кетсеңіз. Да, после зимнего периода, когда устанавливается теплая погода, ежегодно мы проводим субботники. То есть в прошлом году вышло постановление акима города о проведении месячника субботников по санитарно-экологическим мероприятиям, в рамках которого мы разделили еженедельные субботние мероприятия на разные направления. Именно, если перечислить, на прошлой неделе субботник уже у нас начался, 29 марта. Прошла масштабная массовая уборка мусора, подбор мусора. На мероприятие были приглашены в основном активная молодежь, студенты колледжев и вузов нашего города, а также были привлечены государственные служащие и представители госучреждений. Мы работу проводили в нескольких направлениях. В основном это частные сектора, это район 10-го микрорайона, район мясокомбината, окружное шоссе, соединяющие поселки Зачаганский, Деркул, а также вдоль Желадской трассы были проведены субботники. Всего на прошлом субботнике 29 марта было привлечено около 1000 человек.
образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, бизнес-объекты, предприятия, жителей, МЖД и частных секторов также убирали придомовые территории, но, честно, надо признать, именно работы по МЖД и частным секторам проводились отчасти в некоторых участках только, где имеются активные, ответственные люди. На прошлом субботнике, в рамках субботника из города было вывезено более 400 тонн мусора, которые были вывезены на два полигона. Это полигон Асан, а также полигон по Саратовской трассе в сторону Зачаганска. На сегодняшнее время специалистами городского акимата раздаются уведомления, то есть мы город разделили на 20 с лишним участков. На каждом участке у нас были определены отделы акимата города, где наши сотрудники занимаются рассылкой уведомлений о том, чтобы бизнес-объекты, госучреждения, разные предприятия, заводы начали работы именно в этот месячник по санитарной очистке по своей территории. Да, многие предприятия, конечно же, не уведомляя, занимаются санитарно-экологическими мероприятиями, но мы дополнительно уведомляем и малые предприниматели, и большие предприниматели, чтобы они тоже участвовали в данной акции, хотя бы по своей территории. 5-26 апреля мы планируем посадку, побелку деревьев, а также уборку парков и скверов в городе. Как вы знаете, у нас в городе очень много парков и скверов, 57 мест отдыха. Каждый парк и сквер у нас закреплен за управлениями и департаментами областными. Соответственно, сотрудники управления департаментов по своим определенным скверам и паркам выходят и проводят мероприятия по уборке и приведению в порядок наших скверов и парков. 19 апреля пройдет акция «Чистый берег». Как вы знаете, у нас по городу проходит 3 реки. Это Жайык, Чаган и Дергул. Соответственно, у нас именно в это время мы планируем провести масштабную уборку берегов данных рек, где мы тоже будем привлекать в основном студентов, молодежь, активную молодежь, общественное объединение, а также депутатов нашего городского областного маслихата и представителей местного исполнительного органа. В рамках санитарно-экологического месячника полигоны вдоль трассы Уральск-Саратов и в районе поселка Асан будут принимать мусор от жителей города еженедельно, каждую субботу. А в остальное время тоже могут обратиться хозяевам данных полигонов, чтобы они дали разрешение на вывоз мусора. Как вам известно, подрядчиком, ответственным за содержание чистоты города, является то Жайык Тазагала. С этой компанией заключен контракт на текущий и 26 год. Кроме того, вывозом крупногабаритных отходов занимается компания Суракомпас и Жайык Тазагала. Подрядчики по своей части продолжают выполнять свои обязательства по договору. Ежегодно акимат города проводит работы по устройству контейнерных площадок. Ежегодно мы устанавливаем пластиковые евроконтейнера в количестве более 1000 единиц. В текущем году тоже мы запланировали закупку евроконтейнеров 1000 единиц, а также установку мусорных площадок в 80 местах. К сожалению, ежегодно из-за безответственности наших горожан около 200 евроконтейнеров сгорают. Соответственно, мы восполняем эти же контейнеры и плюс дополнительно ставим на новых местах. В целях соблюдения правил благоустройства города и предотвращения нарушений при отделе ЖКХ города работает мониторинговая группа. В настоящее время группа состоит из 15 человек. Они ежедневно следят за соблюдением правил благоустройства, в основном именно у предпринимателей, вдоль магистральных улиц, частных сектора, госучреждений тоже мы мониторим.
С начала 2025 года, то есть в течение 3 месяцев, было уже выдано 1188 предписаний об устранении нарушений. Но, конечно же, вместе с мониторинг группой вместе ходят представители экополиции, которые начали работать с текущего года. Их там 10 человек, 10 сотрудников полиции. Соответственно, вместе с нашими представителями мониторинг группы они вместе обходят госучреждения, предприятия. И, соответственно, если кто не устраняет данное предписание нарушения, соответственно, через определенное время сотрудник полиции выдается протокол о штрафе. Подытаживая наш брифинг, я хочу призвать учреждения, организации, особенно предприятия коммерции и строительные компании активно участвовать в уборке и благоустройстве своих территорий. Управляющим организациям многоквартирных домов, таких как КСК, ОСБТ, следует совместно с жителями организовать субботники во дворах. Если во дворах данная работа не будет проводиться, ваши же дети в этих дворах все лето будут играть возле мусора. Так что, уважаемые жители города, прошу активно участвовать в месячнике санитарно-экологического управления. Рахмет, Жандос Асхатұлы. Алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермен, осымен брифингімізді аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.